Баршаға ассаламу алейкум. Қыздар, бүгінгі оразаның 4-ші күніне арналған ауызашарға сіздерге күріш көже мен қаттаманың рецептісін ұсынғалы отырмын. Сұйық тағам жасағандықтан нан өнімдерінің бірін қасына қосуды жөн көрдім. Ендеше жұмысымызға бисмиллахымызды айтып кірісейік. Қыздар, қаттаманың қамырының дайындалу барысы толықтай көрсетілген видеоның сілтемесін описаниеге қалдырып кетемін. Сол жерден кіріп қарап жазсаңыздар болады. Дайын қаттамаларымызды орташа көлемде тым жұқа немесе тым қалың қылмай жайып алатын боламыз. Табамызға 3 ас қасықтай май құйып, барлық жеріне тигізіп, қамырымызды орналастырып аламыз. Оттарыңыз міндетті түрде орташа болу керек. Сонда қаттамаларыңыз толықтай көтеріліп, керемет болып пісіп шығатын болады. Арасында көтерілген жерін осылай басып, айналдырып отырып, екі жағынан қызартып пісіріп алатын боламыз. Бірінші беті піскеннен кейін аудармас алдын бетіне 1 ас қасықтай май құйып, екінші бетіне аударып, оны да арасында айналдырып отырып, қызартып пісіріп алатын боламыз. Егер де қаттамаларыңыз ойдағыдай шықпайтын болса, дәл осы рецепті пайдаланып дайындап көріңіз. Рецепт сізге ұнайды деген ойдамын. Қаттамамызды жасап болсақ, енді тағамымызды дайындауға кірісейік. Етімізді және де күнделікті тағамға пайдаланатын картоп, сәбіз, пияз сияқты көкөністерімізді мейлінше ұсақтап турап алатын боламыз. Пиязымызды жіңішкелеп тураймыз. Байқасаңыздар, мен тағамдардың барлық түріне сарымсақ қосуға тырысамын. Сарымсақ тағамға ерекше дәм береді. Енді қазанымызға май құйып, қыздырып, етімізді салып, кішкене қуырып аламыз. Ет кішкене қызарып қуырылғаннан кейін үстінен сарымсақ пен пиязды саламыз. Кішкене араластырып, дәміне қарай шамалап, тұз бен бұрышын саламыз. Пияз қызарғанша жоғары отта жақсылап қуырып алатын боламыз. Үстінен картоп пен сәбізді салып, картопымызды кішкене қызартып қуырып аламыз. 1 ас қасықтай томат қосуды ұмытпаңыздар, менде видеоға түспей қалыпты. Және де айта кететін бір лайфхак, егер де сіздердің сорпаларыңыз сұйық болып қалатын болса, соңынан осылай 1 шай қасық, 1,5 шай қасықтай ұн салып, аздап қуырып жіберсеңіздер, сорпаларыңыз қою әрі дәмді болып шығатын болады. Ұзақ уақыт ұстап қажет емес, 1 минут көлемінде қуырып, үстінен бірден жылы суымызды құямыз. Бірнеше тал лавр жапырағын салып, қақпағын жауып, орташа отта етіміз піскенше жақсылап қайнатып аламыз. Етіміз пісуге жақындаған кезде күрішімізді жақсылап бірнеше рет су ағарғанша тазалап жуып алатын боламыз. Сорпамыздың тұзын туралап, үстінен күрішімізді саламыз. Бір араластырып, қақпағын жауып, күріші піскенше орташа отта жақсылап қайнатып аламыз. Күріш піскеннен кейін отты сөндіріп, қазанның қақпағын жауып, шамасында қалдырамыз. Сонымен біздің тағамымыз дайын. Кесемізге әдемі етіп құйып, өздеріңіз ұнатқан көк пияз немесе ас көкпен бетін әсемдеп дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Оңай дайындалатын дәмді әрі тойымды тағамдардың қатарында. Егер күріш жақсы көретін жандар болатын болса, міндетті түрде дайындап көріңіздер. Қаттамамен тіпті керемет үйлесе деген өзімде алғаш рет бірге жасап көруім. Міндетті түрде жасап көріңіздер дегім келеді. Рецепт ұнаса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Бұйырса, алдағы уақыттарда да ауызашарға арналған жақсы рецепттермен бөлісіп отыратын боламын.